Машалла дегеннің бәрі мұсылман емес. Әп-әдемі қазақша сөздерімізді арабша айтқаннан Алланың алдында ұпайыңыз артып кетпейді. Ал сәлемді жиі салған келіннің белі грижа болмайды. Сәлем салу протрузияның алдын алады. Осы апта тиктоктағы имамның от сөздерін тамашаладық. Дұрыс дәрет алуды білмейтін, бірақ мәхір сұрауды білетін қазақтың қыздарына қатты тиіскен Нұрлан Байжігітұлы ұстаз туралы Нұрай Құрақбай айтады. Эфирде хайпқа бұйырмаңыз айдары. Имамның да имамы бар, уағыздары бір бөлек. Күнде аспаннан 1000 теңге түсіп тұратын дұға бар ма? Ондай дұға болса мен саған айтам ба? Еліміздегі бас мүфтиден кейінгі ең танымал имам осы шығар бүгінде. Мәке, қатты кетіп барасыз, остановись, бэби. Тоқта, сабақ оқы. Ақылын әзілмен айтып, жастар тілінде сөйлеймін деп көптің сүйіспеншілігіне бөленген Нұрлан қажыны танымайтындар кемде-кем қазір. Қыздың бірінші сәлем сезім білдірген дұрыс па, бұрыс па? Уақытың өтіп баратса, уже 44-ке келсең білдіре бер, подряд бәріне, қарама. Кеге ұшып кетсең болды. Имам желде тікелей эфирге қосылып, көптің көкейінде жүрген түрлі сауалдарға жауап береді. Түрлі дегенде түрлі сұрақтар енді. Дикий қабан харам ба дейді. Дикий қабан, не дикий қабан, добрый қабан, дрессированный қабан, ақылды қабан, умный қабан, сөйлейтін қабан, үйдегі қабан, даладағы қабан, сникерс, кока-кола ішетін қабан, бәрібір харам. Харам мен халалды ажыратып, жақсыны асырып, жаманды жасырып жүрген имамның түпкі мақсаты да осы. Жастарға жел арқылы болсын, ақыл кеңесін айтып, тәлім тәрбиесін жеткізу. Тиктоктағы жастар осындай нәрсеге мұқтаж болды. Өйткені ертеден қара кешке дейін мысалы би, ән, күй, сауық сайран, мүмкін кейбіреулері тәрбиесіздік, нанды басу, ата-анасына қол көтеру, немесе ата-анасымен пранк ойнау, осындай нәрселер көбейіп кетті да. Сондықтан осыған бір тоқтам айту керек болды. Имамнан ақыл сұрағандардың жасы да, жынысы да, статусы да сан түрлі. Көбінде келіндер ене Басталды. Енем 200-ді сөз қосып сөйлейді, өтірік сөйлейді, менің жыныма тиеді. Жігіттер әйелдері туралы сұрайды. Қатын деп елдің көзінше айтуға болады ма, болмай ма? Дұхыңа байланысты. Дұхың болса айтасың, дұхың болмаса тыныш отыра бер, таяқ жеп қаласың. Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді. Кей кезде қажының тапқырлығына қайран қаласың. Мәселен, жастардың бірі сәлем салу күнә ма деп сұрақ қойған екен. Ең главный пайдасы белің грижа болмайды. Өте жақсы болады. Протрузия деген болмайды сенде. Сәлем сала бер. Дегенмен имамның әзілге бет бұрып барынша жеңіл сөйлегенін бәрі бірдей түсіне бермейді. Даттағандар да аз емес. Өз әріптестерімнің өзі маған күле қарайтын жағдайға жетті. Мазақтап. Енді мазақтасын, менің түпкі менің ойым халқыма қызмет қылу. Бүгінгі таңдағы мінбер, мешіттегі мінбер сияқты мінбер, ол TikTok, ол Instagram, ол әлеуметтік желі. Оның үстіне қажының кеңесін оң қабылдап, жақсы тұстарын өздеріне түртіп жүргендері де аз емес екен. Сіздің арқаңызда намазға жығылдым, бұзылайын деп тұрған семьямды сақтап қалдым, баламмен осындай орта мәмілем түзелді, басқа бір теріс ағымға кеткен жастардың беті қарады, бұндайлар өте көп. Сол үшін қит етсе видеолары желіде хит болатын имамның бар ойы жастардың діни сауатын арттыру. Бұл ретте маңызды ұғымдарды одан әрі қиындатпай, жеңіл жолмен әзіл арқылы жеткізудің несі айып? Ендеше Хайыпқа бұйырмаңыз. Нұрай Құрақбай, Айна.